Барлықтарына салам достар, сендермен Духа достар. Бүгінгі видеоны тақырыбынан көріп тұрғандарындай біз семья ашатын боламыз. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастайық достар. Кейс бомжадан бізге VIP Platinum 3 күнге түсті. Әрине достар, осыны біз қазір распылить беретін боламыз. Сосын бізге асылбы жолға кішіргім жол болатын болады. Ең аяқтамаған 100 пул беріп жатыр екен, соған да рахмет. Короче, ары қарай жалғастыра береміз достар. Нура Распач деген бала маған қазір подарка берем дейді. Қазір көрейік қандай подарка беретінін. Ал көрейік. Давай тезірек берсе екен. Енді көп созым кеп тұрған жоқ. 100 мың рубль және де берді. Достар, рахмет осы видеоны көріп отырсаң, Нура. И достар, осы жалғастыра беретін болсақ, мында Аза деген бала осы көлікті маған сыйлағалы жатыр екен. BMW E39-ды, ішінде спорт прошивкасы бар. И осылай Зазикті таңдаймыз да, сол машинаны таңдаймыз и без оплаты. И бүгінгі видеоны көріп отырсаң, от души осы Азаға зам беріп қоямын. Неге десеңдер, осы серверға келгелі бері маған подарканы толтырып беріп жүр, өзі новенький болса да. И осында Нурка Казахов деген бала 120 мың беріп жатыр фама ашуға. Рахмет, бүгінгі видеоны көріп отырсаң, Нурка. Саке Кроссман деген бала маған осы фамаға ашуға 1 миллион берем деді и өзі мені кезат етіп кетті. Бұндайлар не дейміз достар? Аза Мусимский деген бала маған қазір 500 мың берге жатыр, 450 мың берді. Адуши бүгінгі видеоны көріп отырсаң, Аза. И короче, осында Армлов Казах деген бала, яғни менің главный замым 300 мың атып жатыр, семья ашуға жетпей жатқасын. И короче, бізге әлі 1 миллион 100 мыңдай қажет. Енді сол үшін ақша беріп жатыр ғой достарым. Дони Мусим деген бала 219 мың беріп жатыр, яғни анау өзінің скинін сатып, анамнуын жасап, әйтеуір маған дегенде сатып жатыр. Енді сол үшін берді ақшаны. Адуши бүгінгі видеоны көріп отырсаң, родной. Ахиллес Ревенж деген бала, яғни аты да бір түрлі екен, 222 деген казахский номеріне знак берді, және де 900 мың рубль беріп жатыр, тоже фама ашуға. И достар, осылай біз уже фаманы ашуға да жақындап қалдық. Енді создание семьи дегенге барамыз. И осы жерде менің подписчиктерім де толып жатыр. Енді қазір осы жерге басамыз да, паста деген басамыз. И все достар, біз 3 миллионға фаманы аштық. Көріп тұрғандарындай муслимский респачес бұрынғыдай. Енді қазір тезірек балдарын бәрін семьяға қосамыз. И достар, осы легендарны сәтті жаттап алыңыздар. Достар, алдыңғы видеода мен блэкпас сатып алған болатынмын. Сол жақта 2 кейс бомжамен, яғни мен 25 уровеньға жеткенім үшін берді. Қазір осы заттардың барлығын алып аламыз. И сосын қазір кейстарды ашып бастайтын боламыз. Получается, менде қазір 3 кейс бар. Бомжа, сосын мына жақта маған BP XP түсті ежедневный кейстан. Бізге 400 BP XP түсті. BP XP бізге керек деп ойлаймын. Себебін айтқанда блэкпасты біз сатып алған болатынбыз. Біріншіден бізге XP түсті, 16 XP. Енді бұны өзімізге алып аламыз. Конкретно оны распылить ете алмайсың. Ал осы 16 XP-ді аламыз, и бізде уже 8 уровеньға жақындап қалдық достар. Және де достар, мен фейктарын пайда болған болатын, соларға вообще жоламай қойындар. Міне маған ежедневный тағы кейс берді. Осыны қазір распылить етіп бастаймын. Ішіне бензин түскен соң осы бомжаны аштық, и бізге 12 сондай бір көлік түсті. Короче, осыны қазір алып аламыз. Сосын оны госқа сливать етіп фаманы дамытамыз. И мына жақта сильвер, VIP сильвер түсті. Осы VIP сильверді қазір 7 күнге распылить етеміз. Өзімде VIP платинум бар кезде мен не қыламын. Короче, все достар, енді осы 10-ның госқа сливать ету ғана қалды. И достар, біз фамаға осы жаңадан квартира сатып алған болатымыз, Батыровадан. Енді осыны қазір өзі фамаға қосып қойдық. И все достар, ендігі кезек фамаға автопарк алу қана қалды. Менің қалтамда 1 лям бар, қазір соған автопарк алатын боламыз, бір машина хотя бы. Мерседес Кабанды 900 мың рубльға сатып алғалы жатырмын. Енді нормальный деп ойлаймын. Гостинасы сәл аздау болып қалса, енді бірақ білмеймін, спорты бар, нитросы бар, нормальный бәрі. Короче, осы рангын азайтып қоямыз. Фама қосып енді осында қойдық. Если фама кремдеушілер болса, ФП 376-ға күтемін барлығында. Осы муслимский серверіндегі муслимский адамдары барлық серверді жауап болатын болады. Так что фамилияларында муслимский деп қойындарда барлықтарын келімдерінде сұраймын. Ал десе келесі видеода кездескенше достар.